Балалар, бүгін біз әдебиеттік оқу пәнінен отаным, бақыт ордасы тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер тақырыпты, негізгі ойды анықтап үйренесіңдер. Ең алдымен балалар, сіздерге сұрақ. Отан дегенде көз алдымызға не елестейді? Отан деген сөзді қалай түсінесіңдер? Жақсы. Енді Мұқағали Мақатаевтың отан туралы өлеңін мұқият тыңдап алайық. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуіңде күйік екен. Отанды сүйгеніңде күйік екен. Енді балалар бізге тапсырма отан туралы өлеңіндегі тақырыпты және негізгі ойды табу қажетпіз. Ең алдымен тақырыптың не екенін еске түсіріп алайық. Тақырып жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Яғни тақырыпта кім немесе не туралы айтылатыны жөнінде мағлұмат беріледі. Ал негізгі ой деп отырғанымыз жазушының өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы. Сол өмір құбылысына берген бағасы екен. Ендеше отан туралы өлеңінің тақырыбы отанға, елге, туған жерге деген махаббат туралы айтылады. Себебі бұл жерге отан туралы айтылып тұр. Ал отан туралы өлеңінің негізгі ойы отанды бәрінен биік қойып, туған жердің әсем де керемет табиғатын сүюді, құрметтеуді өлең арқылы насихаттайды екен. Естеріңде болса, біз негізгі ойды тапқанда, ол мәтін немесе өлеңнің негізгі ойы бізді неге тәрбиелейді? Біз қандай ой түйеміз? Осы әңгімені оқи отырып, қандай қорытынды жасаймыз? Міне, негізгі ой осы екен. Ендеше, сендерге тапсырма. Өлеңді оқып, тақырыбын және негізгі ойын анықта. Ең алдымен қайырлы таң балалар. Өлеңін оқып аламыз. Және осы өлеңнен тақырыпты табамыз және негізгі ойын табамыз. Дескриптарға назар аударайық. Өлеңнің тақырыбын анықтап жазады, өлеңнің негізгі ойын анықтап жазады. Ал енді эпитеттің не екенін есімізге түсірейік. Эпитет әдебиеттегі көркемдегіш құрал. Заттар мен құбылыстарды сипаттайтын бейнелі сөз. Эпитет сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, алтын шапақ. Қандай шапақ? Алтын. Бұл жердегі эпитет сөз алтын. Өйткені бұл шапақ сөзін бейнелеп, көркемдеп тұр. Келесі, ыстық күн. Бұл жердегі қандай сұрағына жауап беріп, эпитет болып тұрған сөз ыстық. Күн сөзін бейнелеп, сипаттап тұр. Енді сендерге тапсырма. Отан өлеңін оқып, эпитет сөзді табамыз. Аялаған өз елің, отан биік тауларың, отан шексіз кең далаң, жасыл бағың, бауларың, көк шалғының аунаған. Яғни, екінші ең алғашқы эпитет сөз биік. Қандай тауларың? Биік. Сол сияқты осы өлеңде кездесетін эпитет сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Дескриптарға назар аударайық. Өлеңді оқиды, өлеңнен эпитет сөзді тауып жазады. Ендеше балалар, берілген тапсырмаларды орындап, маған жібереміз. Іске сәт!